Сәлем қыздар, бүгін чечевицадан лепешке жасаймын табада. Чечевицаның құрамында витаминдер өте көп. Артық салмақтан арылғысы келетін қыздар үшін нанның орнына осы чечевицадан жасалған лепешкені ұсынатын едім. Ең алдымен 100 грамм қызыл чечевица керек. Үстіне су құйып, алдымен бір рет жуып аламыз. Одан кейін үстіне жылы су құямыз, суымыз чечевицадан асып тұру керек. Енді бетін жауып 7-8 сағатқа қалдырып қоямыз. 7-8 сағат өткеннен кейін біздің чечевица жұмсарып және де көлемі де біршама ұлғаяды. Енді блендерге салып, үстіне бір жұмыртқа қосамыз және де жарты қасық тұз, бір ас қасық қаймақ, 15-20%. Жарты шай қасық разрыхитель, көз мөлшерімен аздаған су, 2 ас қасық ұн қосып, блендердің көмегімен біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Менде осындай қою болып шықты. Енді осыны 2-3 ас қасықтан салатын боламыз. Табаға жабыспайтын болғандықтан мен ешқандай май жақпадым. Әрқайсысын қасықтың көмегімен формаға келтіріп аламыз. Әр бетін пісіргенге 3 минуттай кетті менде. Енді қалғанын жаңағыдай етіп қасықпен жайып, дәл видеодағыдай пісіріп аламыз. Менде орташа 4 лепешке шықты. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментария жазып кетіңіздер. Егер дұрыс тамақтану режимінде жүрсеңіз, арықтағыңыз келсе, осы нанның орнына қолдансаңыз өте керемет. Және денсаулыққа пайдалы, құрамында витаминдерге толы, калий, кальций, железо, йод, омега-3, омега-6 витаминдеріне толы. Адам ағзасына кең керекті микро-макро элементтер бар. Қыздар, сіздерге келесіде тағы да құрамында дәруменге бай, тек дұрыс тамақтану ережесі бойынша, яғни ПП бойынша көптеген тағамдарды ұсынатын боламын. Ал сіздер менің каналыма тіркеліп, лайк, комментария қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Алтынай. Келесі видеода кездескенше.